Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Каналымызға қош келдіңіздер. Каналымызға тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Көп адам көруіне себеп болу үшін басқалармен бөлісіп кетіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз дұға жайлы болады. Дұға дегеніміз не? Дұға қай уақытта қабыл болады? Қандай дұға жасаған соң не істеу керек? Қай уақытта істеу керек? Дұғамыз қабыл болғандан кейін не істеуіміз керек? Сол жайлы айтатын боламыз, иншалла. Дұға дегеніміз бұл араб тіліне алынған болып, жалыну, жалбару, сұрау, өтіну деген мағынаны береді. Аллах Тағала Бақара сүресінде 186 аятында құлдарым менен сұрасын, мен оларға жақынмын, сұрағанын беремін деп айтқан. Бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан: Алла Тағала ұялшақ, ол дұға істеп жалбарған қолды бос қайтаруға ұялады деп. Соның үшін біз барлық затымызды ең аз зат, қандай да кішкентай зат болса да Аллах Тағаладан сұрап үйренуіміз қажет. Дұға бұл біздің мұсылман халқының құралы болып есептеледі. Дұға жайлы біз кез келген проблемамызды шешіп алуға болады. Оның үшін біз қандай жолмен, қандай дұға қандай жасалу керектігін, әдептері мен уақытлары бар, соны біліп алуымыз керек. Қазір мен сіздерге дұғаны жасау әдептерін айтатын боламын. Дұғаның қандай әдептер бар? Бірінші, біз дұғаны қыбла таманға қарап жасауымыз қажет. Ал екіншісі, Аллах Тағала мадақ айтуымыз керек, истихфар айтуымыз керек, салауат айтуымыз керек. Екі салауаттың ортасында, салауаттан соң біз өзімізге қажетті барлық дұғамызды айтуымыз керек. Сосын салауат, дұғамызды бітірген соң салауат айтуымыз керек. Тағы да салауаттан соң астағфируллах алазим атуб илейх деп истихфар қайтадан айтуымыз керек. И дұғамызды біз кемінде 3 реттен қайталауымыз керек. Кішкентай балдар бірдеңе сұрайтын болса, алмағанша сұрай береді ғой, қайта-қайта айтып. Бізде сондай қайта-қайта дұғамызды айтып, Аллах Тағаланың есігін ашып алуымыз қажет. Дұғаның қабыл болатын уақыттары бар. Олар қандай уақыт десеңіздер, таң намазынан, парыз намазынан соң дұғалар қабыл болады. Ата-ананың балаға жасалған дұғалар қабыл болады. Осы жерде тағы бірдеңе айтып өткім келеді. Балаларыңызды қарғамай, оларға тек қана жақсы сөз айтуыңыз керек. Қазіргі қоғамда көп ата-аналар интернетке де шығып жатыр, балдарын ұрады, боқауыз сөздер айтады. Ол балдар үшін үлкен травма болып есептеледі. Особенно 0 жастан бастап 6 жасқа дейінгі балдарын мүлде ұрсуға да, ұруға да, айқайлауға да болмайды. Потому что ол кезде олар балдар губка сияқты көп нәрсені впитывать етіп алады өздеріне. И болашағында оларға өз өмірінде үлкен травма болған үшін олар өздеріне сенімсіз болады, бір жұмыс бастауынан қорқатын болады, басқалардың ойына зависимый болады. Ол дұрыс емес. Біреулер айтуы мүмкін: ой, бізде ұрып соғып өстік, ештеңе болған жоқ, өстік не деп. Бала өседі, ештеңе болмайды. Тек баланың көңілі сынады, психологический травма алады. Ол бір жер көгеріп сынғаннан да ол ауыр нәрсе. Лучше баланың бір жер сынып көгерген жақсы, чем психологический травма алғаннан көре. Қазір кішкентай бізде өскенбіз, қалай өскенбіз? Бірдеңені бір жеріміз қанап кетсе, сол құм сеуіп жақсы болып жүгіріп кете бергенбіз. Қазіргі балдарға сондай істеп көріңіздерші. Құмды алып қолына сеуіп көріңіздер, кесілген жеріне бір инфекционныйдан ба, реанимационныйдан ба шығады. И то шықса қуанасыздар. Соның үшін балдарға, особенно 2010 жылғы балдарға абай болуымыз қажет. Онда психологтың өздері де айтады: балдарды ұрыспастан сабырмен тәрбиелеуіміз қажет. Аллах Тағала бізге балдарын аманат етіп берген, соның үшін аманат. Аллах Тағала зря аманат етіп берген жоқ бізге. Аллах Тағала білген,
біледі, бәр нәрсені жақсы білуші Алла Тағала. Сол білгені үшін баланы аманат етіп беріп тұрмыз. Если сізге біреу бір зат берсе, аманат деп берсе, көз қарашығыңыздай шкафқа салып, бір жерге тығып, орап, жақсап қарайсыз ғой. Вот именно бала да сондай аманат, балаға сондай қарауымыз керек. Бұл басқа тема болады еще бұл жайлы айттым, но бірақ просто бір ступень айтып өткім келді, что балдарыңызға тек қана жақсы сөйлеңіздер, жақсы сөз айтыңыздар, ұрсатын болсаңыздар, қари болғыр, ұрғыңдан көбейгір, бай болғыр деп сөйтіп қарғап ұрсыңыздар. Оңбаған, сүмелек, жексұрын деген сөздерді лексиконнан алып тастай қойыңыздар. Дұға тағы еще қай уақытта неғылады, қабыл болады? Жаңбыр жауған кезде. Жаңбыр жауған кезде именно далаға шығып жаңбыр үстімізге тию керек. Сол кезде қыблаға қарап тұрып дұға жасасақ, иншаллах дұғамыз қабыл болады. Зүлхиджа айының 10-шы күнінде, бірінші 10 күнінде ораза ұстаған адамның несі дұғасы қабыл болады. Ауыз ашар кезде сапарға шыққан адамның дұғасы қабыл болады. Зұлымдық көрген адамның дұғасы қабыл болады. Түннің 1/3 бөлігінде тұрып тахаджуд оқыған адамдардың дұғасы қабыл болады. Осындай жағдайларда если сіз ұстап алсаңыз, қалаған тілектеріңізді, ниетіңізді сұрасаңыз, Аллах Тағала сізге береді. Еселеп береді. Но бірақ бірінші дұға жасамастан бұрын сізде сенім болу керек, что менің дұғам қабыл болады, Аллах Тағала менің дұғамды қабыл етеді деген сеніммен, сеніммен мұсаппір түрде мықтылықтың барлығын Аллахқа беріп дұға жасаймыз. Дұғамыз қабыл болған соң біз не істеуіміз керек? Дұғамыз қабыл болған соң біз бірінші болып Аллах Тағалаға мадақ айтып, шүкіршілік етіп, шүкір сәждесін істеуіміз керек. И мақтанбап кетуіміз керек. Ой, мынаны мен өзім істедім, мен мынаны былай істедім, былай болды деп мақтанбаудың еш болмайды. Вообще мақтанбаймыз, потому что біз білеміз, что бұл өмірде бәр нәрсе Алланың қалауымен болады. Даже жапырақ та Алланың қалауымен жерге түседі. Алла қаламаса ол жапырақ жерге түспейді. Соның үшін мықтылықты барлығын Аллаға тапсырып, шүкір етіп, Аллахқа тәубе етеміз. Дұғамыз қабыл болған соң. Тағы бір айтып өтетін жайт, дұғамыз біз өзі Аллах Тағала 3 нәрсені уәде берген. Если дұға сұраған адамдарға Аллах Тағала қолын бос қайтаруға ұялам деп. Аллах Тағала бізге дұғамыз если қабыл болмай жатса, біз ойламайық, что менің дұғам қабыл болмай жатыр, Аллах Тағала мені естпей жатыр деп. Аллах Тағала сұраған нәрсеңізді сразу береді. 3 не бар, жағдай бар айтылған, мен осы жағдайын айтып өтейін. Дұғаңызды сразу береді, немесе оны ақыретке қалдырып қояды, или болмаса алдыңызда қандай да бір ауыр күндер болатын болса, сол ауыр күндерден ол сақтап қалды. Біз білмейміз ғой, біз не бол, может авария болып қалуыңыз мүмкін, может тағы бір аяқ қолыңыз сынып қалуы мүмкін, бір ауыр сырқатқа ұшырап қалуыңыз мүмкін, Құдай сақтасын. Но бірақ біз соны келе жатқан сондай бәлелерден сіздің дұғаңыз сақтап тұрады. Ақыретте бір адамнан сұрапты, то есть опрос болып жатқан кезде, сұрақ жауапқа тартылып жатқан кезде, бір оған үлкен бір өзі істемеген бір сауап келіпті. И сонда ол кісі Аллах Тағаладан сұрапты, бұл не нәрсе, мен бұл істемедім ғой, бұл маған қайдан келді деп сұрағанда, Аллах Тағала жауап беріпті. Бұл сенің менен осындай уақытта осын сұраған едің, осын мен саған сол кезде берместен ақыретке алып қойдым деп. Сонда ол кісі жауап қайтарады екен, неге менің барлық дұғамды ақыретке қалдырмадың деп. Если дұғаңыз қабыл болмай жатса, Аллах Тағала тұрады. Жаман ойлауға асықпаңыз, дұғаларыңыз міндетті түрде қабыл болады. Тек қана қайта сұрап, мықтылықты Аллаға беріп, айтқан амалдармен істеп, бірінші Аллах Тағалаға ниет етесіз, мадақ айтасыз, бүкіл күш қуаттың барлығын Аллахқа бересіз, истихфар айтасыз, салауат айтып дұғаңыз жасайсыз, кемінде 3 рет айтасыз. Бала сияқты қатты тұрыңыздар, берші маған, Аллахым берші, пожалуйста, өтініш Аллахым деп шын көңілден өліп барған адам сияқты
қолыңызды жайып сұраңызшы, Аллах Тағала сіздің ниетіңізді қабыл етеді. Бүгін қабыл етпесе ертең береді, ертең болмаса ақыретке қалдырып қояды. Ол обязательно қабыл болады деген, потому что Аллах Тағаланың уәдесі бар. Мен сұраған құлдарымның қолын бос қайтаруға ұялам деген. Менен сұраса да мен беремін деген. Соның үшін барлық нәрсемізді, құрметті достар, Аллах Тағаладан сұрап үйренейік. Адамнан сұрасақ адамға жақпаймыз. Аллах Тағаладан сұрасақ біз Аллах Тағала оны жақсы көреді, сұрағанды жақсы көреді. Ол дұға да бұл бір құлшылық, бізді Аллах Тағала құлшылық үшін жаратқан. Соның үшін барлық затымызды, мелочь, тұзымызды Аллах Тағаладан сұрап үйренейік. Ол обязательно береді, міндетті. Но бірақ оған сенім болу керек адамда. Что мен сұрасам қазір маған Аллах Тағала оны береді деген ішімізде сенім болу керек. Бүгінгі эфирді осымен аяқтаймын.